Қазіргі таңда халықтың басты мәселесі ол азық-түліктің, еттің бағасының көтерілуі. Қазір сиыр етінің 1 килограммға бағасы 5.000-6.000 теңгеге дейін жетті. Неге бұлай болды? Себебі бензин, газ, электр энергиясы қымбат, оның үстіне логистика қымбаттайды, инфляция күшейді, утиль сборы бар, теңге құнсызданды. Ауыл шаруашылығы ішкі нарықты қамтамасыз етудің орнына экспортқа шығарады. Енді осы аздай 12%-дан НДС-ті 16%-ға көтеріп жатыр. Қағаз жүзінде 40 миллион айналымы барлар ғана төлейді. Ал шын мәнінде қымбатшылық жағдайында кәсіпкер үшін 40 миллион теңге деген ол тіпті бір айда емес бірнеше күнде жасап тастауға әбден мүмкін. Демек шағын бизнестің өзі НДС-қа енеді, ол төлейді қ.қ.с-на деген сөз. Ал ол шығынды жеме-жемге келген кезде кім төлейді? Әрине халық төлейді. Баға тағы да өседі. Біз Ақ Қазақстан партиясы нақты шешім ұсынамыз. НДС 12% күйінде қалсын. Жеке кәсіпкерлер үшін 3% салық сақталсын. Бензин, электр энергиясы арзандасын. Газ арзандасын, утиль сбор жойылсын, айлық 50%-дан 300%-ға көтерілсін, ауыл шаруашылығына жеңілдік берілсін, азық-түлік қолжетімді болсын. Халық қымбатшылықтан шаршады. Бұл жүйе мәселені шеше алмайды. Халықтың талабы әділетті. Тоқаевтың отставкаға кетуін талап етіп жатқан халықтың талабы әділетті. Мен қосыламын. Алға Қазақстан.